Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Достар, бүгін бізде күшті қызықты видео болайын деп жатыр. Бүгін біз Раянаның мектебіне алтын күзге поделка жасайтын боламыз. Бізде керекті заттарымыз. Кеше апамыздың атамыздың үйіне барғанда бір ағаштар өсіп жерге төгіліп жатыр екен. Содан бір күшті идея келді. Қазір осы енді білмеймін, бұл клеймен жабысады ма жоқ па, жасап көретін боламыз. Бұл не екенін білмедім атын. Білетін болсаңыздар комментарияға жазып кетіңіздер. Көшімізде рұқсат сұрап алдық, толып жатыр екен түсіп. Сонымен ала берейік ба дедік, ала беріңдер деді. Сонымен толтырып жинап алдық қой тағы. Бұл әлі жарамды ма жоқ па білмейміз да. Сонымен біз бұдан бүгін домик істемекшіміз достар. Әлі білмеймін, бірақ бұл жабыса ма жоқ па қазір көремін енді. Бір-біріне былай жабыстыратын боламын. Ыстық клейдің көмегімен. Қайда менің пистолетім қайда? Мұхамеджанда ма? Бізге керек заттар міне мынандай клей. Ладно, қойыш. Мынандай клей. Міне көрсетіп жатыр. Міне мынандай. Осындай ыстық клей керек бізге. Содан кейін міне мынандай. Асты бізде осының бетін жабыстыратын боламыз. Және де сондай мына неше түрлі мына былтырғы поделкадан қалған гүлдер, көбелегіміз бар. Мына Мұхамеджан тістеп тастаған алмұртымыз бар. Және де мұна осындай мынандай нелеріміз көп. Қазір бұның бәрін бізге керек болады, домикке керек болады. Бізбен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Күшті поделка жасайтын боламыз. Раяна бас жүлдені жеңіп алатын поделка жасайтын боламыз. Осыға дейін тек қана бас жүлде алып келген болатынбыз. Балабақшада жүргенде, енді мектепте жүргенде көреміз сайысқа түскенді. Ал бісміллә деп біз бастайық тірлігімізді. Мына жеріне клейді бұлай құрамыз да. Енді доққа қосамыз. Міне жасыл матамен осылай бетін жабыстырып алдық. Достар, міне мынандай болып жатыр. Түсіріп қояйын. Қазір сыртын бояймын. Қыздарым шаршап, ұйықтап қалды. Сағат түнгі 12:30 болып жатыр. Енді қазір мен бұның сыртыны мынандай қоршап қоятын боламын, шарбақ істейтін боламын. Достар, міне мынандай болып жатыр. Қазір енді мен крышаны бояп жатырмын. Қоңыр түсім бітіп қалған. Осы бар түсіммен бояп жатырмын. Есігін істеп қойдым, мына кофе бәрі. Еще мынандай стол қойып қойдым. Үстіне міне чесногым бар, перец, алмұрт и кішкентай 2-3 штук
Осы құйрықтар. Шарбағымды істеп қойдым. Әлі дайын болған жоқ. Әлі қазір гүл қоямын, тал қоямын. Сосын әдемі болады деп ойлаймын. Вау, достар, міне біздің үйіміз де бітті. Мен көбелекті отырғызып қойдым. Әшке гүлдер егіп қойдым. Менің асфальтым, ағашым. Короче, біз мектепке келдік. Хотелкамызды алып. Раяна, бас жүлдені жеңіп. Жеңіңе тілектеспіз саған. Ержан, не болды? Сығып келдік. Ата-аналарға ұстаз тәрбие бағдарламасы аясында өткізілген еңбегі адал жас өрен жобасы шеңберіндегі күзгі асар жәрмеңкесінде ерекше белсенділік танытып, шығармашылық еңбекқорлықты жоғары деңгейде көрсете отырып, бас жүлдеге ие болған Мұрат Раяна. Бар ма? Келем. Шапала Мұрат. Суретке түсіп аламыз. Достар, міне Ракоштайым үйге келді, қуанып. Өзінің алған мадақтамасына қуанып келді. Мана Мұхамеджан да машинасын көрсетіп жатыр. Бізде видеоның басында айтқандағыдай әрдайым бас жүлде алып үйреніп қалғанбыз дедім. Осы жолы да қараңыздар, бас жүлдені жеңіп алдық. Жаным, құтты болсын, Ракош. Оқуда озат бол. Ау. Күшті. Мұхамеджанның мына оранжевый машинасы бар, қызыл машинасы бар. Қандай екен? Күшті. Грамота алған күшті, я? Алтын ба? Алтын ғой. Бас жүлде деп жазып қойған. Оны жерге бас жүлде деп. Күштісін ай. Жаным, молодец. Алтыным. Алтыным. Заным. Енді жуамыз осына. Қазір апаң мен атаңның үйіне барып көрсетеміз. Ойбай, Ой, Мұхамеджанында нандай бар екен, нандай тағы да. Сары машина бар екен тағы. Достар, қараңдар. Мұхамеджанның машинасына комментарияға баға беріп кетіңіздер. Раянаны құттықтап жазып кетіңіздер Раянаға. Біз бәрін оқимыз, я? Құттықтау сөздеріңізді жазсаңыздар болады. Осымен біздің видеомыз бітті, достар. Сау болыңыздар.